Армысыздар достар, мен бүгін бір қызық оқиға жайлы айтамын. Енді бір ұят болса да айта отырайын. Ауылдан келген жігіт, ауылдан келгенде енді жасы 18-ге келген, оңтүстік жақтан келген жігіт Алматыға оқуға келеді ғой енді. Оқуға келгеннен кейін достарымен оқуға түсіп, кәдімгідей студент болып жүреді. Студент болғаннан кейін енді ақша керек, білесіздер, Алматы қазір қиын, қымбат, квартира бар, ішіп-жем бар дегендей сөйтіп бір достарымен жұмысқа кіреді. Жұмысқа кірсе, ол грузчик жұмысы екен. Грузчик жұмысын істеп жүреді, ары істейді, бері істейді. Сөйтсе бір оттай бір бала бар екен, араларында мықты жігіт енді ана. Түрін жасап алған, денесі, бойы, качок, анау-мынау сөйтіп бір күні грузчик болып жұмыс істейді араларында. Ол да бір ауылдың келген жігіт. Сөйтіп ана бала қымбат телефон, крутой машинамен жүреді екен. Сөйтіп бір кезде жаңағы сұрайды, Алмас деген бала, жаңағы ауылдан келген баланың аты Алмас. Алмас келіп сұрайды, "Что там? Осындай байсың, телефонды қайдан алдың? Грузчиктің жұмысынан ала алмайсың?" Девиц етеміз, түні бойы жұмыс жасаймыз дейді. Маған да үйретші, қанша табасың күніге 200-300 доллар. Мәссаған, Америкадағы айлық сияқты ғой. Давай дейді, үйретесің ба дейді, үйретемін дейді бір кезде. Кешке қарай звонда дейді, жұмыстан қайтасың дейді. Жұмыста бәрін бітіреді, жұмыстан қайтайын отқан кезде звондайды. "Что там, қаяқтасың?" дейді, машинасына мінейін деп жатыр екен, ол да сменім бітті. Мерседеске сөйтіп барып, "Что там, бауырым?" Аты балдар Саша дейтін негізі, жаңағы бай жігітті. "Что там, Саша, маған да үйретсе жұмысыңнан" деп Алмас сұрайды. Алмас айтады, "Бауырым, короче, конкретно айтайын, бір зат үйретемін, бірақ ешкімге айтпа" дейді. "Сен де мен сияқты крутой бай болып жүресің" дейді. Болды. Сөйтеді де бір кезде екеуі келе жатып, машинаға отыр дейді. Келе жатып бір үйге соғады. Айтады, "Нормально киініп ал" дейді. Сөйтсе бұл Сашаның үйі екен. Квартирасы дерзкий қымбат квартира тұрады. Сосын бір кезде екеуінің денесі бірдей еді, примерно. Сол денесін киіндіріп алып, жуындырып, шайындырып квартирадан шығады да. Сөйтсе бір кезде қалада бір әйел үйіне барады. Сөйтсе бір әйел күтіп алып, сары шашты, орта жастағы әйел, кәдімгідей. Бұл екеуін бірден қабылдайды ғой. "Келіңіздер, ана-мынау" дейді. Сөйтсе ана әйел Алмасқа жабысады бір кезде. Алмас түсінбейді, "Не болып жатыр, ана-мынау, кім мынау, не істеп жатыр?" Сосын бір кезде Саша айтады, "Шықпай шықты дейді, әлі түсінбедің ба" дейді. "Сөйлесіп алайық" дейді. Туалетке барып сөйлеседі, "Әлі түсінбедің ба? Біздер мына екеулеп бір әйелге келдік, короче. Түсініп отқан шығарсың, не айтқымыз келіп отқан, ана-мынау" дейді. "Не ол, мен ауылдан ғана кеше ғана жақында келдім, не істеп жатсың" дейді. "Вообще бұл қой құрсын" дейді. "Что там, үйреніп кетесің" дейді. Сосын бір кезде қой деп құрсын деп сыртқа қарай шығып, такси ұстап өзі кетіп қалады жаңағыдай. Ертесіне жұмысқа келеді, жұмыста. Сөйтсе Саша да отыр, "Саша, кеше тірлігіңді айтпайсың ба, алдын ала ескертпейсің бе? Ондайға жоқпын мен конкретно. Ауру жұқса, анау жұқса, не болады ертең" дейді. "Үйдегілерге не деп айтамыз енді?" "Үйдегілерге айтамыз, жұмыс істеп жүрміз деп, сол үшін грузчик болып жұмыс істеп жүрмін мен" дейді. "Әйтпесе үйдегілер ұрсады" дейді. "Жұмыс істемей жүрсің, ақша қайдан табасың, үйден неге ақша сұрамайсың" дейді. Ол да жас бала да енді. Сосын айтып бір кезде, "Сенікі қызық екен" дейді. "Сонда сен грузчикті әшейін елге көріну үшін жұмыс істейсің ба" дейді да. Алмас сөйтіп айтады, "Саша, енді білесің ғой" дейді. "Ақша табу керек, оңай емес, Алматыда тұру қиын" дейді. Сосын бір кезде, "Құрсын" дейді, "ондай нәрсемен айналыспаймын" дейді. Алмас кетіп қалады, жұмыс істеп жүреді. Бір күні ақша керек болып қалады. Зарплата грузчиктен шығарып жібереді жұмыс. Ақша жоқ, квартираға ақша төлеу керек, тамақ жоқ. Оқуда да қинап жатыр, оқуды не істерін білмейді. Сөйтіп ары бері іздеп көреді, жұмыстарға қарастырып көреді, ұнамайды жұмыс. Бір кезде Саша ескертеді. Сашаға звондайды, "Родной, қалайсың? Что там, не болып қалды" дейді. "Не болып қалды Алмас" дейді. "Родной, жұмыс керек болып тұр еді. Бір-екі күн жұмыс істейінші. Наным жоқ, квартираға төлеу керек, бір-екі күн жұмыс істеп, бір ақша шығарып алайын, бір айлық расход, анау-мынау" дейді. "Болды" дейді, "бірақ өткен жерге қашып кетпе, конкретно жұмысты білесің, мен сені біле ма деп ойлап қалғам" дейді. "Балдар айтпады ма" деген ғой, балдар, обычно балдар шығатын болған қасына. "Балдар айтпады ма" деп ойлағам. "Жоқ, айтқан жоқ, өзім просто сен келе салдың" деген. Сөйтіп, "Болды қазір. Үй жаққа тартыла бер, болмаса өзім алып кетемін, қай жердесің" дейді. "Болды, Родной, келе бер" дейді. "Мына жерде отырмын" дейді. Келеді Саша. Сөйтіп Алмас ертіп алып квартираға апарады, киіндіреді, жуындырады, анау-мынау. Сөйтіп, "Бүгін тағы жұмыс бар" дейді. "Қай жақта" дейді. "Мына жақта" дейді. Тағы да жасы үлкен әйелдерге барады. Жасы үлкен әйелдер болғанда жаңағы 40-45 сондай жастағы. Сөйтсе қасына партнер қылып алады екен ғой. Екі жігіт болып бір әйелмен қосылады екен, короче. Сондай күтетін адамдар бар екен. Сөйтіп амал жоқ, енді ақша керек болғаннан кейін бір жағынан Алмас сөйтіп істейді. Бір жағынан енді өзіне де ұнап қалады, бір жағынан енді ақша керек болып тұр. Сөйтіп 2-3 күн шығады, ақша табады. Сөйтіп жұмыстан еті үйреніп кетеді. Жаман тірліктерге еті үйреніп, сондай бастапқыда бір ерсі көрінетін, жаман көрінетін нәрсе соңына қарай уже андай болып кетті да, кәдімгі шынды айтайыншы. Әдемі көрініп, өзіне білмей бастады. Күнә нәрсе сөйтіп сондай ғой, өзі басында жаман көрініп, содан кейін жақсы көрініп бастайды. Сөйтіп әне шығамын, осыдан кейін қоямын, ақша керек болып, телефон алып алайын, бүйтіп алайын деп, ең соңында машина алып алайын деп шығады. Сөйтіп жүргенде бір 3-4 ай өтеді, әбден сондайға кіріп кетеді. Сөйтіп бұл не істерін білмейді,
бір күні конкретно қою керек деген нәрсені ойлап табады. Қояйын дейді. Өзіне сөз береді, мен қоям болды дейді. Сөйтіп қойған кезде уже сондайға тартып үйреніп кеткен. Нормальный квартирада тұрады, жақсы жұмыс істейді, жұмыс істесе ауыр жұмыстарға жақпайды, ет үйренбейді. Сөйтіп біз 2 ай ауыр жұмысты өзін әрең қинап жұмыс істейді, содан кейін ұмытып кетеді. 3-ші ай, 4-ші айда уже нормально грузчиктің жұмысы, оқуында әйтеуір жауып отырады. Машинасы бар, машинасында сатып тынады, ақша керек болғасын, сол жұмысқа қайттан бармау үшін. Қайттан баяғы қалпына қалады. Дымсыз, ақшасы да жоқ, телефонда жоқ. Сол жолдан тапқан ақшасын қайттан сол жолда қорытып бытын шығарып, дымсыз қалады да қайттан грузчиктің жұмысына кіреді. Сөйтіп грузчиктің жұмысын істеп жүреді. Сөйтіп группасында бір келесі оқу жылы бітеді. Сөйтіп бірінші курсқа жаңадан студенттер келеді. Олар 2-ші курс болады. Сөйтіп бірінші курста әдемі қыздар келген кезде бір қызбен танысады ішінде. Екеуі бір-бірін ұнатады, сөйлеседі. Сөйтіп екеуі жүреді. Бірақ енді Алмас үйленейік деп айтады ол қызға. Ол қыз айтады: үйленейік, жарайды, бір-біріміз жүріп жүріп, мен үйдің ішімен ақылдасып көремін дейді. Бірақ енді ана қыз айтады: енді сен саған бір сенем ғой дейді, бірақ сізден бір сұрақ сұрайын деп едім. Қандай сұрақ? Сіз врачқа барып көріңіз дейді, андай қаралып көріңіз, ауру емессіз ба? Енді қазір жігіттердің көбісі қыздармен көп болады. Жас кезде неше түрлі жаңағыдай жаман заттар жасайды, сол үшін де мен қорқамын дейді. Қой, маған тіпті ойланып қалады, действительно өзіме де денсаулық керек. Просто ертең үйленсек ауруды маған жұқтырасың дейді, ауру болса. Бірінші тексеріліп көр дейді. Сөйтеді больницаға барады. Енді урологқа бар тексертеді. Урологтағы врач айтады: қыздармен болдың ба дейді. Левый қыздарға бардың ба дейді. Иә, бардым. Онда саған не жазып беремін дейді, направление. Сөйтіп бүкіл анализ тапсыратын жерге жібереді. Анализ тапсырады, қараса инфекция шығады оған. Вообще ұшына темір тығады, сөйтіп инфекциясын біледі екен, инфекция шығады жаңағы. Сөйтіп бұл қиналады. Енді ана қызға айту керек. Енді қызға барлық шындықты айтып береді. Енді бір күні саған бәрін айтайыншы енді. Қыз айтады: бопты, жарайды дейді, главное емдел дейді. Емделіп жазылсаң ғана шығамын дейді. Әйтпесе ол маған ауру өтіп кетсе жаман болады дейді. Сөйтеді де барады да Алмас жақсылап емделеді, ақшасын құртады, еңбек етеді, жұмыс істейді, үйтеді, бүйтеді. Сөйтіп әрең дегенде әйтеуір анализін тапсырып, жазылдым деп бұның қайта жеңіл түрлері. Жеңіл, енді аурудың жеңіл жоқ қой. Андай ауру емес екен, андай өлтіретін ше. Бұл андай инфекция кіріп кеткен екен. Сөйтіп жан-жақтан іздестіріп, үйтіп ақша тауып, емделіп тазарады. Сөйтіп бұл қызға айтады, справкадан барлығын көрсетеді, урологтың міне тазарғанда үйленейік дейді. Сөйтіп үйленіп, балалы шағалы болып, нормально өмір сүреді. Міне. Енді достар, бұл неге айтып отырмын бұл нәрсені? Өзіңіз ойланып көрсеңіздер, қазіргі кезде жастардың үстінен күледі. Сен қыздармен болмағансың, анау-мынау, сен қолдан ешнәрсе келмейді, ұят, тормышсың сен. Жоқ, бірақ олай емес. Адам деген өзі ондай нәрседен аулақ болу керек. Елдің сөзіне қарамай, жұрттың сөзіне қарамай, ал ауру жұқтырып, қазіргі күнде қаншама инфекция жұқтырып, әйелдер вообще көтере алмайды мақпа. Күйеулері жас кезінде, жалпы бай үйленбей тұрған кезінде левый қыздарға барып, ауру жұқтырып, сөйтіп әйеліне өтіп, ол үйленгеннен кейін айналғанда әйелі қорлық көріп, сондай жаман жағдайлардың болып жатқаны қазір қаншама урологтар да айтып жатыр. Сол үшін де қазіргі кезде жаңағыдай не қылудың керегі жоқ. Ойбай, сен қыздарға бармағансың, сен ешкім емессің, сен еркек емессің деп үстінен күлудің керегі жоқ. Жас балдарға наоборот айту керек: қыздарға бармай, өзің теңіңді тауып, кәдімгідей үйлен. Сөйтіп сендер жақсылыққа жетесіңдер жалпы. Міне достар, арнаға лайк басып жазылып кетіңіздер. Алдағы үлгі әңгімелердің талайы болады, қызығы болады. Сол үшін де арнаға жазылып лайк баса отырыңыздар. Сау болыңыздар.